Бар ма найди? Айсұлу үйінде болам деп еді. Айсұлу, қалайсың? Молодец, үйіңді жинап тастайық қойыпсың бұл. Кірсек рұқсат па? Балалар қайда? Оп, бисмилла. Күнде банан жейді, ауырмайды сосын бұл балалар, е? Бер жаңағы, бер келіңдер, ей. Кесейік? Келе ғой. Бәрі-бәріде сынақ білемін, өмір жайында ойлана қалсам, ерсіз адамдай жылап жүрміз өлместей өмірге келіп, жалғанның жайлы төрінде көріп, басыма жалған 192.689 кетті мұнда. Мне каски жать, чек керек бізге обязательно. Ертең судебный исполнительға баратын. Міне төледі. Мынау жаңағы Каспийде кредитінің төленгені фотоға түсіріп, жаңа судебный исполнительға жіберіп беремін. Бермес ешкімге тіршілік баға, татылмас тағдыр бір шабаққа да, ана өмірге апаратының Құдайға қылған құлшылық қана, ана өмірге апаратының Құдайға қылған. Удостоверение. Мынау бірінші кредитің, мынау екінші кредитің. Болды ғой, е? Жоқ болды. Ал, бүгін бір спикер кетіп сөйлесейік екенбіз. Ал, Айсұлу, 6 жылдық кредит па? Каспийдегі 192 мың ба, сол жетпей жатқан. Артартсан бер жетпейді. 7 жыл. Баланың, 4 баланың пособиясымен күн көріп отырсың ғой, мен ашық еді. 47 мың төлеймін. Алимент төлемейді әкесі. Шешімі керек деді. Сонымен дом комфортқа 2 рет телефон. Каспийдегі 192 мың. Кредитін төлеп берем дедім, төлеп бердім. Сияқты бәрі. Әдейен өмірді жүріп кеттім ғой. Не болса, ол болсын деп жүрген әйелсің ғой, мен сені ғой. Жалпы әйел түсінеді ғой. Бәрін істегім келеді, бірақ жоқ, жетпейді. Ар тартсаң бер жетпейді, бер тартсаң ар жетпейді. 4 баланың тамағы бар. Мықты қызсың ғой сен. Балалар өсе дертең, ана балаң бір жерде тақта отырған кезде мақтанып жүресің ғой, мынау менің балам деп, өйстіп өсірген деп. Халық өсірген бала деп, халық үйлі қылады ала берді. 3 қызың ертең ішегің бақытты отбасы отқан кезде осы күннің бәрін көрмегендей болып кетесің. Ойлана қалсам, ерсіз адамдай жылап күлемін.